Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен жастардың сүйіп жейтін тамағы чиз рамен жасайтын боламыз. Дүкендердегі дайын лапшалардың құрамына күмәніңіз болса, онда дәл осылай менің рецептім бойынша өзіңіз үйде қолдан жасап жеңіз. Өте дәмді болады. Керек қосылатын заттардың барлығын описаниеден таба аласыз. Етті бір қайнатамыз. Бір қайнап шыққан соң көбігін жақсылап аламыз. Жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағаттан соң қайнап болғаннан кейін қара бұрыш қосамыз. Чеснок қосамыз. Чеснокты осылай турасаңыздар да болады. Майдалап турасаңыздар да болады. Соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығы осы тамаққа өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде қосылу керек. Бір пиязды сап жібереміз. Араластырып, тағы да жарты сағатқа қайнауға қойып қоямыз. Лапшасын дайындаймыз. Қайнап тұрған суға міндетті түрде тұз саламыз. Лапшасын саламыз. Ет піскеннен кейін етті сүзіп алып, сыр саламыз. Бұл жерде чиз деген сыр деген сөз. Яғни біздің жасап атқан тамағымыз сырный рамен. 5 минут шамасында қайнап піскен лапшаны мұздай суға шайып аламыз. Міне достар, біздің сыр қосылған раменіміз дайын. Егер тамақты ашығып жегенді ұнататын болсаңыз, онда сорпасына ашып бұрыш қосып жіберіңіз. Өте дәмді болады. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық, достар.